бұл жерде өте көп возможность бар Canva'да. Тек бұл жерде тіркелеміз, тіркелгеннен кейін бізге бір айдай тегін не қарастырады. Тегін болғанда негізі тегін, бірақ Canva Pro деген бар. Pro дегеннің ішінде ол жерде өте көп возможностьтар көп. Бұлай негізі тіркелген адамға негізі көбіне тегін болып келеді. Вот. Қазір мен сіздерге мына жерде көріп тұрғаныңыздай осындай мен дизайнер жасадым, бір-екі слайд жасадым. Осы Canva'мен қолданып отырып, осы слайдтардың арқасында осындай мысалы күшті слайдтарды, анимационный слайдтар жасауға болады. Бұндай анимационный слайдтар мысалға көп неде возможность жоқ. Егер PowerPoint-та жасайтын болсаңыздар, анимационный слайдтар ол жерде сіздер қолмен бәрін жасайсыздар. Қолмен жаңағыдай анимацияның бәрін, каждый шагын қолмен келтіріп отырасыздар. Болмаса аты жөніңізді мына жерге берсеңіздер де болады. Мына жерге сол өзіңіздің аты жөніңізді болмаса жасап отқан неңізді қойсаңыздар болады. Енді мына суретті, любой суретті қойсаңыздар болады. Енді бұл сурет болмаса қазақи қылғыларыңыз келсе, любой мысалға неге кіресіз, мысалға мына папкаларыңызға мен скачеткен суреттерім бар. Қазақи жасаған жаңа нені қолданып, Gemini'ді қолданып, или басқа қолданып, мысалға қазақи стильде робот алып келейік те осында. Бұл жерге қоя саламыз. Вот қазақи стильде робот. И размерін үлкейтеміз. Осы сияқты. Қазір енді мына роботты пока удалить ете салайын. Мына роботты қалдырамыз. Көрдіңіз бе, қазақи оюмен екінші бетке кетіп қалды. Қазақи оюмен. Қазір енді мынаны править деген басамыз. Осы жерде біздер осының несін алып тастауға болады. Так. Мына жерде задний фон, удаление задний фон, бұл жерде платный жүреді. Платный болған кезде көрейік. Қазір бізге пока бесплатно беру мүмкін. Аллам екен. Осылай басқан кезде ана задний фонды көрдіңіздер ме, алып тастады. Енді осы задний фонды алып тастаған кезде осылай фонды үлкейтеді. Вот бірінші бетіміз осылай дайын. Енді бізге бұл неге анимация беру керек. Жазудыларда мысалға үлкейту керек, кішірейту керек болса, мына жерде мысалға размер шрифті, мысалға размер, то есть шрифттің басқаға таңдайтын болсақ, любойын мына жерден таңдай саламыз. Шрифттарда қайдай стиль ұнайды, сіздерге сол стильдің біреуін таңдай саламыз. Вот, одан кейін түсін өзгертетін болсақ, түсін мына жерден ала саламыз. Любой мысалға мына түске қоятын болсақ, сол түске қоятын болсақ, міне примерно осы түсті бізге уже автоматты түрде қойып беріп қойды. Міне көрдіңіз бе, мынаған келеді. Болмаса қайтып орнына келеді.